Бананды қай жануар бірінші қағып алады? Бір ғана банан 4 жануар бар. Арыстан, маймыл, жираф, тиен. Төртеуі қатар тұрса, бір банан қайсысына бұйырар еді? Таңдаған жауабыңызға қарай өз сипаттамаңызды оқыңыз. Ойлануға 15 секунд. Егер арыстан алады десеңіз, сіз күрескерсіз. Айбатыңыздан адам қорқады. Барлық жерде көшбасшы болғанды жақсы көресіз. Біреу пікіріңізге келіспесе, оны жек көріп кетуге де барасыз. Ал жирафқа бұйырады деп есептесеңіз, бұл сіздің логикаңыз жақсы дамығанын көрсетеді. Барлық істі тереңінен ойланасыз. Қай сұрақты болса да ақылға салып шешкенді жақсы көресіз. Маймыл алады дейтіндер де ойланғанды жақсы көретіндер. Олар аз сөйлеп, көп тыңдайды, өте ақылды келеді. Ештеңені ойсыз істемейді, асығыс шешім қабылдамайды. Сезгіштік қасиеті де жақсы дамыған. Тиін бананды бірінші қағып алады деп жауап бергендер өмірге өте құштар. Мәселені тереңінен емес, тек оң жағынан ойлайды. Үнемі көңілді жүреді, ал қызыл көзділігін ешкім шешпеуін қалайды. Өмірден тек жақсылықтарды ғана көреді. Достар, психологиялық видеолардың аудио түрінде жүргенін қаласаңыздар, каналға жазылып, видеоларыма лайк басыңыздар, және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Психология әлемі, өзіңді жаңа қырыңнан таны.